Нүкөс Атырау жөнелісі бойынша авиақатынаулар жолға қойылады. Қарақалпақстанда іспелермелікке оқыту, идеяны бизнеске айландыру, бухгалтерия, банк, маркетинг һәм ішкі һәм сыртқы базарларға шығуға байланыслы комплекслі қызметлерді көрсететуғын жастар бизнес инкубаторы іске түсіріледі. Март айында 5 күндік жұмыс хаптесінде іслеушілер 2 мәрте 3 күн үзліксіз дем алу имканиятына ие болады. Ассаламу алейкум, ахметлі хабарларды жарату мақсатында біз хаппи дайджестін баслаймыз. 24 февраль күні президент Шавкет Мирзиёев жастар менен олардың басламаларын қолдап-қуатлау бойынша қосымша имканиятларға бағышланған ашық сәубет болып өтті. Онда жастардың ұсыныстары тыңланды, айрым басшылар қатаң ескерту алды. Yana bir marta rektorlarni ogohlantiraman. 4-5 yil o'tirib talabani ishlik qilmagan rektorlar lavozimida o'tirishga haqqi bormi, yo'qmi degan savol meni qiynaydi. Men ham institutda ishlaganman ko'p yil. Nimaga oliygoh bitirgan 100% bola ishli bo'lmaydi? Nimaga maktabda 11 yil o'qigan bola bitta tilni o'rganmaydi? Nimaga maktabda 11 yil o'qigan muallim, ta'lim, maktab direktori bitta kasbni o'rgatmaydi? Атап айтқанда, жас шаңырақларды қолдап-қуатлау мақсатында үй-жай ипотека бағдарламасы шеңберінде кредит ставкасының 14%-тен асқан бөлігі бюджеттен қаплап беріледі. Сонымен бірге жастардың іспелермелігі үшін жаңа жеңілдіктер берілді. Бұнда жастар іспелермелігі үшін қосымша $200 миллион ажыратылады. Өз-өзін банк еткені жастар үшін кредит мұғдары 100 миллион сомнан 300 миллион сомға шекем арттырылып, жастар іспелермелігі жойбарлары үшін 10 миллиард сомға шекем кредит ажыратылуы мүмкін болады. Инновациялық стартап жойбарларына $100 мың шекем инвестиция кіргізуге рұқсат берілді. Сондай-ақ қызмет көрсету һәм улума ауқатлану тарауында 1 мыңнан астам жұмыс орнын жаратқан жергілікті брендтерден франшиза алып, филиал ашуға қызығып атырған жастар үшін қолайлы қаржыландыру пакетлері енгізіледі. Келешек іспелермен бағдарламасы іске түсіріледі. Һәм жас іспелермелерге 7 жыл мүддетке шекем 15%-лік кредит ажыратыла бастайды. Қарақалпақстанда іспелермелікке оқыту, идеяны бизнеске айландыру, бухгалтерия, банк, маркетинг, ішкі һәм сыртқы базарларға шығуға байланыслы комплекслі қызметлерді көрсететуғын жастар іспелермен инкубаторы іске түсіріледі. Сондай-ақ, мемлекетімізде har хаптенің пейшембі күні министрліктер, ұйымлар һәм хакимиятлерде жастар күні болуы белгіленді. Сонымен бірге тарауға жауапкер басшылар мәхәлле, мектеп һәм техникумларға барып, жастарды тыңлайды һәм машқаласына шешім табады. Хакимлер жастарға сай сауда сервис жойбарларын істейді, жастардың білім алуы, спортпенен шұғыллануы, кәсіп һәм тіл үйрену, жұмысқа кіргізу ямыса іспелермелікпенен шұғыллануына жәрдемдеседі. Нүкөс Атырау жөнелісі бойынша авиақатынаулар жолға қойылды. Осы жылдың 29 март сәнесінен Centrum Air авиакомпаниясы тарапынан Нүкөс Атырау Нүкөс жөнелісі бойынша авиақатынаулар жолға қойылды. Паруазлар хаптесіне 2 мәрте пейшембі һәм екшембі күндері әмелге асырылады. Ұшу уақыты 2 сағат. Бұл бағдар Өзбекстан һәм Қазақстан арасындағы транспорт байланысты бекемдеу, экономикалық һәм мәдени бірге іслесуді рауажландыруға қызмет етеді. Авиабилетлерді расми веб-сайт һәм авиакассалардан сатып алу мүмкін. Абадаластырудың 100 қанегесінің перзентлерінің контракты төлеп беріледі. Президенттің 5-ші салы парманын орындау шеңберінде 100 санитария һәм абадаластыру қызметкерлерінің перзентлерінің контракт болу қаплап беріледі. Бұның үшін шығындыларды басқару агентлігінің бюджеттен тысқары қаржыларынан жамы 924,2 миллион сом ажыратылған. Бұл жәрдем социалық қолдап-қуатлау үләжі сипатында әмелге асырылады. Баслама арқалы тарау қызметкерлерінің шаңарақларын қолдап-қуатлау һәм жастардың білім алуын қошеметлеу мақсат етілген. Сізге жеткермекші болған хош хабар һәм жаңалықтарымыз ұсылардан бәрәт еді. Келесі хапте біз ұшында, сіз ұшында хош хабарларға толы болсын.